Қайырлы таң, қалайсыздар? Мына жерде бір керемет ой келген. Жалпы подкастинг тарихын оқиын деп нені ашқам, Википедияны. Гуглға жазсам Википедиядағы не бірінші шығып тұр да, жақсы деп бұрын да оқығам бір рет, тағы қазір ашсам. Мына жақта не бар? The Illusion of Independent Radio деген бар. Ресейлік бағдарлама. Баяғыда сол 1989 жылы шыққан. Соны как типа ең алғашқы подкаст деуге болады деп салып қойыпты да. Бүйтіп жазып қойған. The Illusion of Independent Radio is a Russian samizdat тырнақшада radio program created hello. Good morning. Okay, Clinton. Created in 1988 in Rostov-on-Don and distributed on magnetic tape and cassettes. It was the first Soviet-Russian prototype of the media phenomenon that was widely developed in the 2000 жылдары as podcasting дейді. Типа дейді, бұлар меніңше 99% уәде беремін, осыны өшірге енгізген ресейліктер. Егер қазір оқитын болсақ ары қарай. Типа кім жазды мынаны осы жерге деп. Бұл жерде типандай прототип ретінде көрсеткенде, типа осы бастапқы ең алғашқы подкастингнің ең алғашқы қадамдары осы болған деп. Бірақ бұл жерде келісуге де болады, келіспеуге де болады. Мен келіспейтін жағындамын. Өйткені бұл жалғыз нәрсе емес. Типа өстіп кассет арқылы таралған. Ол бір. Екіншіден, бұл жерде атында радио деп, бұлар өздерін көбіне сол радиоға ұқсатқан. Содан кейін бұл жерде сол баяғы жанр мен тарату технологияның айырмашылығында, типа соны шатастырып тұр да екеуін. Вот, как бы сондай. Мен қазір ойланып бастадым да, мен ойландым да, бұл жерде бұлар өздерін радиопрограмма деп атады ғой, тырнақшада болса да. Подкаст пен радионың реально айырмашылығы не деп ойландым да, содан жалпы менің тұжырымдамамдағы анықтамаға сәйкес радио ол радио толқын арқылы таралатын контент, ол қайтадан бұл жерде біз жанр туралы айтып жатқан жоқпыз. Бұл жерде адам сөйлеуі мүмкін, сөйлемеуі мүмкін, там музыка болуы мүмкін, жарнама болуы мүмкін, аудиоспектакль болуы мүмкін деген сияқты жағынан әңгімесі жоқ. Ал подкаст ол RSS арқылы таралатын аудио немесе видео деген нәрсе да. Екеуі біріне бірі қарама қайшы емес, бірін толықтыратын дүние, былай айтқанда. Как бы сондай. Алғашқы енді прототипі деп мен айтпас едім бұл жерде. Алғашқы прототипі енді кішкене интернетке бір қадам жақын болса, сондай бола ма, білмедім. Бұл жерде қызығы неге именно осыны алып отыр деймін да бұлар. Типа неге именно осы ресейліктердің жасаған дүниесін. Бұл жерде ең бір қызық жері, что бұл нәрсені 89 жыл әлі Совет одағы кәдімгі не істеп тұр. Әлі құламаған Совет одағы. Бірақ соған қарамастан бұлар оны The Illusion of Independent Radio is Russian samizdat деп қойғанда. Типа орыс тілінде болған соң ба? Егер қазақ тілінде болса қазақ деп жазар ма еді деп ойлаймын да. Жоқ, бұны жүргізетін адамдар орыстар болған соң жасады ма? Неге бұл мысалы Совет одағының самиздаты деп жасамаған деп ойлаймын да. Өйткені 89 жыл әлі Совет одағы бар, әлі типа Ресей бөлім шықпаған әлі Совет одағынан ше.
осындай дүниелер. Жалпы алғанда менің түсінгенім осы подкастинг деген нәрсенің тарихын дұрыстап бір не істеуге болатын сияқты. Дұрыстап бір зерттеп қарастыру керек. Өйткені мен бұл жерде айтпағым мынандай 2-3 тұрғыдан қарастыруға болады. Мысалы, подкастинг тарихын толық түсіну үшін ол менің ұсынып отырған анықтамамда қандай нелер бар, ингредиенттер бар айтқанда. Ол жерде аудио бар, сосын видео бар, содан кейін RSS бар. Солардың шығу тарихтарын алып келіп, содан кейін осылардың жаңағыдай тоғысқан нүктесін анықтап, міне осы жерде осылай жасалған, содан кейін былай дамыған деген сияқты. Өстіп қарастыруға болатын сияқты. Как вариант. Осыны ойлап отырмын да. Сол жалпы өстіп. Соңғы кезде осы подкастинг тарих туралы кейде бір ойланып қоямын. Өйткені соңғы кездері мен Қазақстаннан кеткен соң маған подкастинг туралы сұрап, мынаны қалай жасайды, ананы қалай жасайды деп байланысқа шығып жатқан адамдар бар. Мен мүлде ештеңке жазып жүрген жоқпын, ештеңке айтып жүрген жоқпын. Өздері бір басқа бір арналар арқылы ма сөйтіп шығып жатқан жағдай бар. Бір жұмыс ұсынып жатқан жоқ, тек жаңағыдай кеңесу үшін кеңескіміз келеді деген сияқты сондай. Мен қарсы емеспін, кеңесейік, айтып берем, бәрін көрсетем дегендей. Мен Википедиядағы мақаланы толық бір оқып шығуым керек екен. Түсіну үшін, барлық жерін қарастыру үшін. Өйткені өте қызық материал. Содан кейін Амазоннан бір кітап тауып алдым. Подкасттар тарихы деген. Бірақ содан кейін авторын кіріп қарасам, авторы бір тарихты зерттеген 10 ба 12 ма сондай кітап жазып тастаған бір жас жігіттің кітабы екен. Енді білмедім сапасы қаншалықты дұрыс емес екен. Сондықтан көреміз ол кітапты енді аламын ғой мен бәрібір. Алып оқимын, не болып жатыр, ішінде не жазды деген сияқты білу үшін жалпы. Сондықтан подкастинг тарихы деген енді мен үшін қызық нәрсе, шынын айту керек. Жалпы менің түсінуімше адам подкастинг тарихын білгені абзал. Содан кейін өзі бір подкаст тыңдаған болса, сол да дұрыс. Өйткені қазір маған соңғы кезде хабарласып подкасттар туралы сұраған адамдар, олар подкаст тыңдамайтын адамдар да, бірақ олар керек деп есептейді оларға подкаст. Екеуіне де жоқ, екіншісін айтқан жоқпын, ол жақта адам. Үшін біреуіне кәдімгі дұрыстап түсіндірдім, что сен егер подкастпен айналысқың келсе, сен ең құрмаса кішкене подкаст тыңдап баста деп ше. Содан кейін сол кезде ой келді маған демек бір тізім жасау керек, must listen деген сияқты. Мына подкасттар саған міндетті түрде тыңдау керек деген сияқты. Менің ойымша деген сондай бір тізім жасау керек деген ой келді. Кейбір подкасттардың барлық эпизодтарын тыңдау керек. Мысалы, сериалдың 1-ші маусымы деген сияқты. Немесе podcast producers деген бар подкаст. Соның мысалы барлық эпизодтарын тыңдаған абзал. Ал кейбір подкасттардың басынан 1-2, ортасынан 1-2, соңында 1-2 тыңдай салған да болады деген сияқты. Сондай бір тізім жасауға болатын сияқты. Бүйтіп жазып қойыпты. Мына подкастинг тарихы деген материалдың ішінде The RSS Connection деген жер бар. Сол жерде мынандай жазып қойыпты. In October 2000, the concept of attaching sound and video files in RSS feeds was proposed in a draft by Tristan Louistit. The idea was implemented by Dave Weiner
a software developer and author of the RSS format. Weiner had received other customer requests for audio blogging feature and had discussed an enclosure concept also in October 2000 with Adam Curry, a user of Userland's Manila and radio blogging and RSS aggregator software. Депті. Иә, 2000 жылдың қарашасында аудионы RSS арнаға тіркеу концепциясы Тристан Луиспен бір форумда ұсыныс жасаған. Ол менің түсінімше бір интернеттегі бір форумда сондай идеяны ұсынған ғой. Содан кейін идея была так, Дэйв Вайнер RSS-ке оны қосқан дейді. RSS-ке қосқан дейді. Осы жер кішкене түсініксіздеу да, өйткені бірінші болып Тристан Луи ұсынған дейді ана форумда. Содан кейін Дэйв Вайнер оны жасаған дейді мына жерде. Содан кейін ол Адам Карримен талқылаған дейді. Бұл жерде қызығы Адам Карри қайдан естіді? Ол өздері ойлап тапты ма, жоқ ол Тристан Луидан жазған оқыды ма деген сұрақта. Өйткені шамамен бәрінің себеп жатқан шамамен бір уақытта болғанда Дэйв Вайнер или Винер ма қазір? Қайтыр Дэйв Вайнер дейміз бе, Винер дейміз бе? Винер сияқты. Кейде мен Винер деймін, кейде Вайнер деймін. Dave Weiner. Вайнер екен. Dave Weiner. Окей, Дэйв Вайнер. Жарай ма? Болды. Осыдан кейін Дэйв Вайнер дейікші. Болды. Сөйтіп Дэйв Вайнер RSS арнаға enclosure деген тегті осы кезде енгізген дейді. Содан кейін барып 2001 жылы қаңтардың 11-інде Дэйв Вайнер көрсеткен, жалпы интернетке салып, міне мен RSS арнаға аудионы тіркедім деп. Бұл нәрсенің кереметі сол, бұл нәрсе туралы жазған, блогында жазған материал интернеттен әлі оқуға scripting.com деген Дэйв Вайнердің сайты бар. Сол жерде материал әлі интернетте тұр. Өзі payloads for RSS деп жазған материалды. Керемет нәрсе ғой негізі, мен осыны зерттегім келеді негізі. Маған қызық өте, подкастинг тарихы деген. Сөйтіп ары кете береді. Бұл жерде енді менің ұсынып отырған концепциямда, менің ұсынып отырған анықтамамның кереметі сол. Бұл жерде біз жаңағы The Illusion of Independent Radio деген нәрсені ресейліктердің, сонымен басқа да болған дүниелермен біз шатастырмаймыз да. Менің концепциямда подкаст деген ол RSS арқылы таралған нәрсе. Демек, сол RSS бар, аудио бар, интернет бар, солардың бір тоғысқан тұғыры сол жерде басталады. Меніңше подкастингнің тарихы. Сондықтан менің айтпағым, менің ұсынып отырған концепциям түсінікті, нақты. Сондықтан да басқаларға, адамдарға кітапты оқыған кезде оларға да түсініктірек болады деп ойлаймын. Оларда да анықталады да, нақты, мен білем, мен түсінем деген сияқты не пайда болатын сияқты. Жалпы негізі подкастингнің не екенін, оның қалай істейтінін бір рет түсініп алсаң, концепциясын, сен ары қарай ол туралы ойланбайсың да, сен білесің, что сен жанр бойынша, формат бойынша, басқа да бір сипаттар бойынша сен ешқалай шектелмегеніңді, сен білесің, шектелмеген болды, сен сала бересің, сен жасай бересің жұмыстарыңды. Мен мысалы осы аудиоблогым сияқты кейде бұл сұхбаттар, кейде бұл монолог, кейде бір дыбыстар, кейде бір музыка қосылады деген сияқты.
сондай да, өйткені подкаст деген осындай, ол ешбір формат жанрмен шектелмеген, тек ол сіздің жасап жатқан нәрсеңіздің концепциясына байланысты. Егер сіздің концепцияңызда тек қана сұхбат болатын болса, олай да болуы мүмкін, ол тек қана сұхбат жасаңыз, сізді ешкім шектемейді деген сияқты. Осындай дүние. Мынау екінші жартысы осы эпизодтың. Бұны мен ендігі күні жазып отырмын. Әңгіме былай: мен барып бағанағы Тристан Луидің сайтын оқып қайттым, барып өзі жазып қойыпты, менің подкастингге қатысым ба қандай деген сияқты әңгіме. И жалпы алғанда прям мен ойлап таптым деп тұрған жоқ ол жігітші, бірақ жалпы көрсетіп қойған, что кейбір идеяларын Дэйв Уайнер қабылдаған, жаңа Тристанның ұсынған идеяларын, бірақ оларды кішкене Дэйв Уайнер өзі өзгерткен. Мысалы, Тристан Луидің ұсынысы бойынша аудио деген тег, аудио мен видеоның тегі, ол основной RSS арнаның ішінде болу керек екен да, ал Дэйв Уайнер айтқан, оны әр айтем деген бар RSS-ның ішінде, сол әр айтемның ішінде бөліп салып қояйық деп. Сөйтіп, сондай бір әңгімелердің арасында болғанда, и сосын жазып қойған, өте бір маңызды жерін жазып қойған, что осы әңгімелердің бәрі көтерілген кезде Нью-Йоркта кездесуге барыпты бұлар, бір кафеге. Біз кезінде Алматының кафелерінде отырып кездесетін едік қой, немесе Астанаға көшкен соң Астанада керуенде отырдық деген әңгімелер бар ғой. Сол сияқты, сол шамалас 2000 жылдары бір сондай кездесу болған екен. И сол кездесуге Дэйв Уайнер келген, осы Тристан Луи келген, сосын Адам Карри келген екен. И сол жерде то ли екеуі бір-бірімен ба, то ли үшеуі бірге ма талқылаған. Қалай істейміз, не істейміз деген сияқты нәрселерді. Содан кейін барып 2001 жылы қаңтарда Дэйв Уайнер ең алғашқы ішінде Enclosure деген тегі бар RSS арнаны интернетке жариялап отыр ғой. Көрдіңіз бе, қандай қызық нәрселер шығып жатыр. И енді керемет, бұйырса Тристан Луи Нью-Йоркта тұрады екен, аманшылығын беріп не істеп жатса. Тристан нерде негізі номерінде жазып қойыпты Тристан Луи. Жарайды, давай звондап көрейік, окей? Мен сайтында отырмын, и номерін жазып қойыпты. Мен енді Америкадан, неге звондамасқа? Біз просто звондаймыз да, айтамын, мен подкастинг тарихын зерттеп жатыр едім, жалпы сізбен кездесіп осы туралы сұхбаттасуға бола ма, болмай ма, соны білейін деп едім. Егер болатын болса, мен сізге имейлге хат жазамын деген сияқты сөйтіп айтамын. Так, номері 646 88 дейді. Көрейік. Жоқ, бұл компанияның номері екен. TNL.net деген компанияның номері ма? Hi, you've reached Tristan. I'm sorry I'm not available, but if you leave me your name, phone number, and a brief message, I'll get back to you as soon as possible. Tristan, hello. My name is Yeldar. I'm calling you about to ask you about your intention, your ideas about podcasting. Actually, now I'm writing a book about history of podcasting. It's really, really interesting for me. And if we can connect through email or through phone, that's okay. My phone number is, and my email is okay. Thank you very much. Bye. Осылай. Көрейік не шығатын. Нью-Йорк деген енді бізден кішкене алыстау мына жақтан. Бірақ жалпы мен барып қайта аламын. Осындай әңгіме кетіп жатса, ол жаққа мен барып қайта аламын. Автобуспен болсын, пойызбен болсын, заттарын жинап, бір уикендімді соған арнап, отбасымды алып бірге барып қайтамыз. Отбасым сол жақта, Роза мен Айғаным сол жақта қыдыра береді, а мен Тристан Луимен
Дэйв Уайнер де сол жақта тұрады айтпақшы. Дэйв Уайнермен де хабарласуға болады. Осындай нәрсе. Иә, әлгі жаңағы айтқан кітапты мен тапсырыс бердім. Бұйырса маған дүйсенбі күні келеді. Бір 2-3 күнде келеді бұйырса. Бұл жерде де осы Америкада тұрғанның маған бір жақсы жері, мысалы мен Қазақстанда тұрып тапсырыс берсем, бұл маған шамамен 1 айдан кейін келетін еді да. Бағасы сұмдық қымбат болады. Бірақ бұл жерде ол маған 2-3 күнде келеді бұйырса, бағасы шамамен $13 айналды. Алып қарасаң бір сұмдық не емес. Супер не баға емес. Енді кішкентай ғана кітап екен, шағын ғана, 16 мамырда шығыпты, 42 бет дейді. Егер ыңғай келсе, бұл жігітпен де хабарласып көруге болады. Престон Рассел Джойнер дейді. Джойнер емес, Джойнер екен. Жалпы сол, осындай дүние. Байланыстамыз, подкастинг тарихын зерттеп жатырмыз, концепталар ойда бар. Содан кейін бүгін алдындағы бір идеям қайттан есіме түсіп, жалпы подкастинг сертификациясы деген тема бар, подкастинг жол картасы деген бар, roadmap деген бар, иә. Соның барлығын негізі бір ыңғай келсе қолға алып, бір жолға салса, әдемі дүние шығады деп ойлаймын. Содан кейін осы жердегі бір танысым маған ұсынды. Мына осы Лос-Анджелестегі Public Library дегендер бар, кітапханалары. Сол кітапханада барып подкастинг курстарын өткізсең болады, егер келсең деген сияқты, как волонтерский жұмыс сияқты. Окей, маған қызық ол. Бұйырса болашақта бұның бәрін қолға алатын шығармыз. Қазір әрине менің кішкене приоритеттерім өзгерген. Қазір бірінші орында тұрған ол менің отбасым күтіп алу, содан кейін жұмыс, содан кейін оқу деген сияқты нәрсе бар. Соның барлығын бұйырса осы Америкадағы өміріміз кішкене қалыпқа келген соң, бұның бәрін іске асырып, жететін жеріне жеткізіп дегендей әдемі дүние жасап шығуға болады. Сол. Менің енді ең қатты сөйлескім келетін, сұхбат алғым келетін, кеңескім келетін адамдар, ол ең бірінші Дэйв Уайнер, RSS-ті жалпы жасап шығарған адам, RSS-ті осы кезге дейін дамытып ұстап келген адам ретінде. Содан кейін Адам Кари, осы RSS-ке аудионы қосушылардың қатарындағы адам, Стив Джобспен сөйлескен адам, осы Стив Джобспен подкасттарды Apple құрылғыларына қосылуына атсалысқан адам ретінде. Содан кейін Тристан Луи, жаңағы айтқан, бұйырса осы кісілермен сөйлесіп не істесем. Содан кейін, енді одан басқа да адамдар бар ғой, жаңағы Джеймс Кридленд деген бар, PodNewsNet дегеннің авторы. Содан кейін мына кітаптың авторымен де сөйлесіп көруге болады. Жалпы кеңесіп дегендегідей. Жалпы алғанда осындай айтар әңгіме. Бүгінгі эпизод осылай шықты. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болып жатса, байланысқа шығыңыздар, жазыңыздар, ойларыңызбен бөлісіңіздер, хабарласайық. Айтпақшы бір маңызды хабарландыруым бар. Мен қазір жазып жүрем бір танитын редакторға, бірақ жалпы менің түсінгенім, маған осы кітапты жазуға көмектесетін бір адам керек екен, бірақ көмектескенде көбіне редактор ретінде мен осындай эпизодтарды салып жіберем. Соларды тыңдап, аудиолар салып жіберу мүмкін, соларды тыңдап, қарап, ішінен менің ойларымды қағазға түсіретіндей. Әрине мен бұндай жұмыс үшін ақысын төлеймін бұйырса. Сондықтан мен шамамен қазір бір адам бар менің ойымда хабарласатын, бірақ негізі егер сіз атсалысқың келеді, осы кітапты жазғың келеді десеңіз, хабарласып көріңіз. Талқылайық. Мүмкін жаңағы редактормен қосылып жұмыс жасайсыздар ма? Негізі сондай нәрсе. Сол, жарайды онда. Ендігі эпизодтарды естігенше күн жақсы. Сіздермен болған Эльдар Құдайбергенов. Лос-Анджелесте жүргеніме шамамен 2 жарым ай болып қалды. Сол, сау.